Саламатсыздар ма, құрметті көрермендер? Өсімдіктер әлемі каналына қош келдіңіз. Менің есімім Зәуре. Фикус бенджамина гүліне щитовка деп аталатын зиянкес шабуылдады. Бұл щитовкадан қалай құтыламыз? Осы жөнінде айтатын боламын. Болған дейін менде лимон гүлі щитовкамен ауырған болатын, өңдеу жасаған болатынмын, бірақ бұл ол гүлден кеткенімен қасында тұрған фикус бенджамина гүліне көшіп тұр. Сондықтан енді осы гүлді өңдеу жасаймыз. Щитовка орналасқан жапырақтардың барлығын қиып шықтым және Актара деп аталатын өте күшті препаратпен өңдеу жасадым. Ол препараттың сыртында 1 мг 5-10 литрге деп жазылған. Ал мен ол препаратты 2 литр суға, пульверизаторға араластырып өңдеу жүргіздім. Өткен жолы лимон гүлі ауырған кезде бүкіл қасында тұрған барлық гүлдерді өңдеп шыққан болатынмын. Бірақ фикус гүліндегі щитовка кетпей тұр. Щитовка жапысқыш күйде болады, түссіз болады. Және жайлап үлкейіп, ол қоңыр түске айналады. Ол щитовканың яғни екінші деңгейі. Ал тіптен қап-қара қоңыр болып кеткені, ол тіптен ұлғайған щитовка. Менде қазір екінші деңгейде тұр, вақытында көріп тұрмын. Егер уақытында көрмегенде бұл гүлді тіпті өлтіріп тастайтын еді. Интернетті, ютубта ашып қарасаңыз, мыльный раствор дейді, яғни сабын су көбіктермен сүртіп шығыңыз дейді. Яғни сіз көбікпен сүртсеңіз де болады. Бірақ фикус бенджамина гүлінің жапырақтары өте мелкий болғандықтан ол ұзақ уақыт алады. Сондықтан мен мына Актара деген мықты препаратты пайдаланып тұрмын. Бұл препаратты осы бүгін пайдалансам, келесі аптадан кейін тағы да пайдаланатын боламын, және тағы да 3-ші рет пайдаланатын боламын. Яғни 3 рет өңдеу жасасам, мен ол щитовканың кеткеніне сенімді боламын. Міне гүлдеріңізді қарап тұрыңыздар, уақытылы өңдеу жасаңыздар. Егер бұл зиянкестер болмаған жағдайда, сіз профилактика үшін ең болмағанда айына 1 рет фитоверм деген жеңіл препараттармен өңдеу жасап тұрсаңыздар болады. Келесі видеоның жалғасы болады. Қалай емделгені, кеткені жөнінде видеоны саламын. Менімен бірге болыңыздар, каналыма жазылыңыздар, жаңа видео күтіңіздер. Сау болыңыздар.